Бар өмірін бала тәрбиесіне арнап жүрген Рабиға Игенбаеваның есімі көзі қарақты жандарға етене таныс. Педагогика және білім саласында өзіндік қолтаңбасы бар тұлға 80-нен астам ғылыми мақалардың авторы. Бір докторантқа, 30-ға жуық магистрге ғылыми жетекшілік жасаған. Соның арқасында Қорқыт атындағы университеттің профессоры, бүгінде педагогика ғылымдарының кандидаты, халықаралық педагогикалық білім беру ғылымдарының корреспондент мүшесі. Сондай-ақ Ыбырай Алтынсарин атындағы төсбелгінің иегері атанып отыр. Осындай биік дәрежеге жетсе де Рабиға Таспергенқызы өзі білім алған алғашқы қара шаңырағын ұмыт қалдырған емес. Ұлағатты ұстаз өскелең ұрпақтың санасына қазақтың болмысы мен әдет-ғұрпын қайта жандануын көздеп, білім ордасының бір кабинетін ұлттық тәрбие оқу әдістемелік етіп жабдықтаса керек. Осы мектепті 1978 жыл бітірген болатынмын. Маған осы ауданға танымал ұлағатты ұстаздар дәріс берді. Мысалға, Болтай Табынбаев, Байтай Бейсенбаев, Манат Төлегенова, Төлеген Абдыраманов, өзімнің Саруар деген класс жетекшім ағайым болды. Сондай ұстаздардан дәріс алғаннан кейін, біз әрине солардың тағылымын алғаннан кейін, біз осындай елге танымал болуға міндеттімін деп есептейміз. Енді мына кабинетті ұлттық тәрбиеге арнаған себебіміз, қазір кез келген тәрбиенің алтын діңгегі ұлттық тәрбие болу керек. Сонда ғана біздің өзіміздің менталитетімізді, ата-бабамыздан тараған құндылықтарымызды, қанымызға сіңген болмысымызды келесі ұрпаққа жеткізе аламыз. Менің негізгі адами да, кәсіби де міндетім осы деп есептеймін. Енді осы мектептен кабинет ашып, соның жабдықтауына өзімнің түлек ретіндегі үлесімді қосқаныма, мен бизнесмен, кәсіпкер емеспін. Алайда осындай ұсыныс айтылғаннан кейін жүрек жарды өзімнің қолымнан келген тірлігімді жасадым. Игі шараға апайдың туған туыстары және жора жолдастары, бірге қызметтес болғандар мен сыныптастары, сондай-ақ шәкірттері еліміздің әр аймағынан жиылып, мектепті түлетуге атсалысқаны үшін ақжарма тілектерін арнап жатты. Мемлекет және қоғам қайраткері, техника ғылымдарының докторы, профессор Қылышбай Бейсенов құралақан келмей, білім мекемесіне компьютер және түрлі бағыттағы 100-ге тарта кітапты сыйға тартты. Жүріп, өзің туралы кітапты тарата алмайсың. Енді қазір зейнеткер болғаннан кейін бәрін шығарып жатырмыз. Сонымен қатар, компьютер бір комплекті. Сол кабинетке, Нысанбай жыраудың кітабы. Бүгін номері 123-ші мектеп лицейде керемет шараның куәгері болып жатырмыз. Жақсылар мен жайсаңдардың жиналған күні, бойларында барлық өнер тұнып тұрған Рабиғаны алатын болсақ, өзі әнші, өзі музыкант, өзі журналист, өзі ақын. Бұл шара барысында біздің сыныптастарымыз Қазақстанның барлық облысынан кеп тұр. Ақтаудан, Тараздан, Шымкенттен, Байқоңырдан, жан-жақтан осы бүгінгі шараға әдейі уақыттарын бөліп, достарымыздың қуанышына ортақтасу үшін біздің қыздар менен жігіттер келіп, бүгін бізде басымызды қосып, бір қауышып жатырмыз. Биыл мектеп бітіргенімізге біздердің 45 жыл болады, әрі соны бір жағы ойласамыз деп есептейміз кездесуді. Бұдан кейін шара аудандық мәдениет үйіне ойысты. Мұнда 8 қырлы, бір сырлы Рабиға апайдың бекзаттық болмысы мен ақындық өнерін айшықтататын «Барымен бөлісейін» атты мерекелік кеш ұйымдастырылды. Онда Рабиға Таспергенқызының өлеңдері оқылды. Сондай-ақ өнер әлемінде жүрген сахна саңлақтары өз өнерлерін көрсетіп, кеш көрігін қыздырса керек. Енді Рабиғаны айтқанда үлкен әріппен жазылған азамат, сосын үлкен дарын иесі. Оның енді педагогикалық саладағы
ғылыми еңбектерінен басқа бір Алланың берген шығармашылық жағын айтар едім. Жақсы өлең жазады. Өлеңі кәдімгі сезімге толған лирикалық өлеңдер. Сосын ұйымдастырылық қабілеті де ерекше түгін. Сондықтан мынау Жалағаш ауданының орталығындағы Жүргенов атындағы мектепте Рабиға қарындасымызға менің әріптесім, әрі шәкіртім, қарындасым, соған үлкен бір бөлме беріп жатыр да, енді сынып класс беріп жатыр. Соған жаңа ішінде болдық. Сосын жаңағы онымен бірге бітірген Серікбай дегеніміз келді. Оған да арнайы сынып берілген екен. Бүгін енді бір сөзбен айтқанда Жалағаш ауданына бүкіл Қылышбай бастаған мен ортасында Қорқыт Ата университетінің біраз азаматтары, өнер сүйер азаматтар бәрі осында келіп концерт беріп жатыр. Рабиғаға табыс тілеймін, шығармашылық табыс тілеймін, ғылыми жолда табыс тілеймін. Сосын енді Рабиғаның өсіп келе жатқан жақсы азамат болып келе жатқан ұлы бар. Жалағашқа соның тойына келуге жазсын бізді. Табысты болсын Рабиға. Айта кету керек, бұл күні мектептің гүлденуіне Рабиға Тасберген қызымен қатар, оның сыныптасы Серікбай Ташенов те атсалысты. Құрылыс саласының майталманы өз қаржысына бір кабинетті қайта жабықтап, туған жерге тағзым жасады. Ол жаз Ерлан Жұматаев, Индира Раисова, Қызылорда қоғамдық телеарнасы, Жалағаш ауданынан.